Армысыздар, ардақты ағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, қазақ тілінде жүргізілетін Дидар телебағдарламасы әдеттегідей эфирде. Ташкент облысы Төмен Шыршық ауданындағы Егізат ауылындағы 9-шы жалпы орта білім беретін мектептің іргесі қаланғанына биыл 100 жыл толып отыр. Атаулы күнге байланысты арналы бұлақтан жан-жаққа қалықтаған қарлығаштар мерейлі күнді мақтанышты мерекеге айналдырып жіберді. Ежелден қазақтар шоғырланған аталмыш аумақта білім ошағы өткен ғасырдың алғашқы ширегінде ақ қаланған. Бастапқыда аумақтағы еңбек майталмандарының балалары білім нәрінен сусындаған киелі орданың қасиетінің артуына Селтай Атамұратовтың еңбегі орасан зор болыпты. Жамбыл мектебін 1964 жылы бітіргенмін. Көке деді, осы мектептің 100 жылдығы кеп қалды, соны өткізейік та деген әңгіме болды. Сонымен бас болып, сойры келіп осыны бастадық. Халық қызығып келе бастады. Ой, жақсы болды, 100 жылды өткіземіз. Бұл республика бойынша бірінші рет болып жатқан жағдай. Бұл жерде Селтай деген ағамыз осы жерде бірінші болып мектепті ашқан. Бастауыш классқа келген уақытта бұл жерде 8, 9, 10 жас, 11 жас, 12 жасты балдарды бірінші классқа бара бастаған. Кейін арада Ұлы Отан соғысы басталып кеткеннен кейін оқытушылар, басқалардың барлық ұрысқа кеткен, соғысқа кеткеннен кейін, соғыстан қайтып келгеннен кейін менің әкем Кенебаев Шенебек ағай бас болып, осы жерде мектепті қайтадан бастайық деді. Соның бірінші болып түлектері болған Қуатов Иса ағай келешекте осы мектепке директор болды. Бұдан кейін мына Әлімқұлов Райымбек ағай, Әбішев Хакім ағай, Оразбаев Хамит ағай деген кісілер, Ұлы Отан соғысы қатынасшылары, солар оқытушылық қылды. Уақыт өткен сайын қадірі асып, қасиеті артқан арналы бұлақ талай-талай тұлғаларды түлетті. Қай кезең болсын, еңбекке етене жақын ауыл тұрғындары жас ұрпақтың білімді, кемелденген азамат болу үшін білім саласына ерекше мән беріп, баса назар аударды. Міне бүгінгі тамаша өте үлкен мерейтой. 100 жылдық біздің мектебіміздің қанша адамдар келіп жатыр. Қазақстан, Өзбекстан мына жерден, мына жағы Хорезм болса, мына жағы Ташкент, ар жағы Алматы, Астана. 100 жылдықта барлықтары көрсеміз деп асыға бір-бірін құшақтап, бір-бірін сағынысқан жандарды көріп отырмыз. Осы мектепте оқыған ұстаздар қазіргі уақытта демалып жатқан. Қанша сөздер söyленіп жатыр. Өте үлкен бір мереке. Осылардың бәрін ұйымдастырып, осыларды тойлап отырған екенбіз. Мен де өте қуаныштымын. Осыларды көріп тұрып. Әрине тойымыз жалғасып жатыр. Біз тек қана тілейтініміз осы бүгінгі мерекеден, бүгінгі осындай тойдан қанша жастарымыз көрсе, осы мектепте олағатты ұстаздар болған екен, осы мектепте осындай ағаларымыз болған екен. Осылардың барлығын ел жұрт, келешектегі жастарымыз айта жүрсе, біз өте қуанышты боламыз содан. Кезіндегі Жамбыл Жабаев атындағы мектепте білім алған түлектер елімізде ғана емес, көрші елдерде, тіпті дамыған мемлекеттерде көптеген саланың дамуына өзіндік үлес қосты. Мектепте Шыныбек Кенебаев, Бейжан Омаров, Райымқұл Әлімқұлов, Хамит Оразбаев, Жандар Секеров, Қадырбек Сейдалиев, Хакім Әбішев, Злиха Әбішева, Дайрабай Құрымбаев, Намаз Сариев, Сабит Налибаев, Камал Тұртаев, тағы басқа да ұлағатты ұстаздар еңбек етті. Осы мектепті бітіргенімнен, осы мектепте оқығанымнан өте қуаныштамын. Мектепті бітірген уақытымызда біз 24 оқушы едік. Солардың барлығы десек те жаңылыспаймын, оқып, көп мамандықтарды егелеп, елімізге, халқымызға, отанымызға қызмет қылды. Мен де осы мектепті 1967 жылы бітіріп, Республика Рус тілі вә әдебиеті институтына оқуға кіріп, оқытушы болып бітіріп шыққанмын. 27 жыл мектепте оқытушылық қылдым. 18 жылға жақын қатын қыздар бойынша хакім орынбасары болып істедім. Одан кейін 6 жылға жақын мәхәллә хайрия жамаат фондына бастық болдым, рәйістік қылдым. Енді тағдыр екенмен ұзақ Хорезмге кеттім. Хорезм елім осы біздің мектептің бітірушілеріне ұқсаған, осы біздің ауылға ұқсаған халық жасайды бұл жерде де. Біздерге өте жақсы тәрбие берген екен, мені солардың ізденін дамытып, өзімізде осы ел үшін, халық үшін қызмет қылуға бел байлап қызмет қылып келдік. Елімізге, халқымызға әуел тыныштық тілеймін. Заманымыз тыныш болса, еліміз әлбетте өркендейді, өседі. Осындай тыныш заманды, бақытты өмірді бізге жаратып берген президентіміз Шавкат Миромонович Мирзаевқа рахмет айтамын. Осы қазақ мектебі деп ешкімді бөлектемеген. Өзбекстанда 136 милләтті жасаса,
көп мектептерimiz мына қазақ тілінде бар. Hatta сол Хорезмде ham қазақ тіліндегі мектеп бар. Мектебimiz мына бұдан да дами берсін. Мектебімізді бітірген оқушылар осы мектепке абырой алып келсін. Еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Мектепте өткен уақыт аралығында шамамен 2000-ға жуық түлектер түлеп ұшты. Олардың арасында ел өркениеті мен ғылым білімнің дамуына үлес қосқан тұлғалар көп. Бәкір Серікбаев, Түймен Әлібаев, Шымыр Құрамбаев, Обайдылла Әшірбеков, Жәненқожа Қалқолов, тағы басқа да ғалымдар, сондай-ақ ғылым докторлары мен кандидаттар, өнер майталмандары, дәрігерлер, өз саласының білгір мамандары білім алған аталмыш мектептің еңбегі күн сайын жанып, жандана түсуде. Жамбыл орта мектебін 1969 жылда бітіргенмін. Менің ұстаздардан алған үлгім, өнерім, білімім, тәрбием өте күшті болды. Білімді болдық, білікті болдық. Бізді әрбір ұстазымыз білім жолына бағыттауда үлкен өнер еңбектері болды. Өнер жолына Сәбит көкемнің арқасында жеттік. Демек, біздің мектептің оқушылары жан-жақты тәрбиеленген болып шықты. Бұл жерде ұстаздар Дайрабай Құрымбаев ағай мектеп директоры еді. Бізді математикадан дәріс берген Шырымбек ағай жаңадан институт бітіріп келген кезінде сол кісі бізге дәріс өтті. Намаз ағай, Ыстыбай ағай, Дайрабай ағай, Райымқұлов ағай, осындай ұстаздарымыздың жеткілікті білім беру дәрежесінде біз осы күнге жеттік. Әрине біздің көзімізді ашқан, білімге, тәрбиеге, өнерге деген барлық саңлақтарымызды іске қосқан ұстаздар қауымына үлкен алғысымды жеткіземін. Ұстаздардың білікті, бізге ерен еңбегі сіңген, ұлағатты ұстаздар сусындатты біліммен, тәрбие тағылымын танытып, туралыққа үйреткен, тәрбиелеп шәкіртті сан қияға ұшырған, Жамбыл мектеп шарықтап, атағы көпке самғаған, ұстаздары білікті, шәкірттері ұлықты, мектебі бүгін марқайып, ғасыр ғұмыр көріпті. Менің мектебімнің ғасыр ғұмыр берекесі құтты болсын. Мерейлі мерекеге тек ауданнан ғана емес, республиканың көптеген аумақтарынан, тіпті атажұрттан да арнайы қонақтар қатысты. Шара қонақтары жүрек жарды тілектерін айтып, қоржынына салып келген туындылар мен ән шашуларын арнады. Мына ауылда өскенмін. Мына халық жиналып, неше жыл кездеспегендермен кездесіп, барлық диаспораның өкілдері келіп отыр. Өзбекстан халық шайыры академик Мақсұт Шайықзада былай деген екен: достар, достарына абайлап сақлайын. Салам деген сөзінің салмағына ықлайын. Өлгеннен кейін 100 сағатлап иғылағынша, ха тіріклігі де 1 сағат yoqlayın деген екен. Ғасырлық мерейтой өткен аталмыш шара өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Бір ғана мына қабырғалық газетталар болсақ, бұл жерде осы киелі қара шаңырақ бой көтергелі жан-жаққа қалықтаған қарлығаштардың барлығының фотосуреттері орын алған. О мектебім, махаббаттым, мақтаным, сенде өткен ең бақытты балалық шақтарым, өзің берген күш қуаттан наралып, мен өмірдің арманына аттандым. Армысың сана берген сыр мектебім, үлесімді сенен алып мен кеткенмін. Ұшырдың қанат байлап жылы яңнан, талайын қимастыққа аға әпше іні сіңлінің. 30 жыл ара салып келіп тұрмын, қос қабат тойым тойлап, 100 жылдық мерейтойы құтты болсын, ағайын. Бір ғасыр, бұл тарихи күн. Біз 81-ші жылғы туылған түлектеріміз. Біздің осы мектепті 98-ші жыл ұшып өтіп кеткенімізге 28 жыл бүгін. Өте қуаныштымыз. 47-ші түлек болып келіп, бір-бірімізді көріп, бүгін баршаны көріп, біз өте қуанып тұрмыз. Қобалжып, бір-бірімізге тоймай сағыныштарымызды айтудамыз. Бұл жерге келіп, біздің көзіміз қуанып отқаны, ағаларымызды, әпкелер, ағай, ұстаздарымызды барлығын көріп қуанып отырмыз. Мына 30 жыл болыпты, 60 жыл болған, 50 жыл болған, әр жылғыларды көріп қуанып отырмыз. Одан кейін бізден кейінгі жалғасып келатыр әлі де түлектер. Құдай қаласа, осы 150 жылдықта да осындай бас қосып қуанышта жүздесе берейік. Шараға мектептің алғашқы түлектерінен бастап биыл қанат қаққан бітірушілер де қатысты. Мектеп ауласы мерекелік көңіл-күй сыйлайтындай етіп әрлендіріліп, тарихымен бүгін тамаша үйлестірілген. Көптеген ұлттардың биі орындалып, ән шырқалған концерттік бағдарламада келген қонақтар мерекеге арнап алла келген сый-сияпаттарын да тапсырды. Biz bu maktabda yutuqlarni juda ko'p kuzatib kelamiz.
Mana hozirgi kunlarda tumanimizdagi eng jasorat maktabi yo'nalishi bo'yicha shu maktabda faoliyat yuritishadi va bu maktabning jamoasi tomonidan hozirgi kunda yaxshi yutuqlari bor. Mana o'quvchilari har xil xalqaro konkurslarda nufuzli o'rinlarni olib kelyapti. Biz bu maktabga yanada bundan ham rivojlanishiga, bundan ham qanot ochib, butun respublika jabhasida biz tumanni obro'yini ko'klarga ko'tarishni tilab qolamiz. O'zbekiston Respublikasida har bir qozoq maktablarga ulkan mumkinchiliklar yaratib bergan. Bugungi kunda biz 361 maktab O'zbekiston Respublikasida o'quv olib borilmoqda. Endi bugungi kundagi mana 100 yillik to'yni ko'rib quvonib жатырмыз. Bundan 67 yil, 70 yil oldin bitirganlarning barlig'ini bugun chaqirib ulkan to'y jasab, o'sinday to'y bo'lib жатқанdan biz o'ta quvonishimiz. O'sinday to'ylarimiz ko'p bo'la bersin. Bitirgan bolalarimiz o'sha kishilarga o'xshagan ulkan olim bo'lsin, bilimli bo'lsin, madaniyat o'zligi bo'lularini tilakdosh bo'lib qolamiz. Киелі қара шаңырақ қай кезеңде де ауданда, облыста, тіпті республика деңгейінде білім саласында алғы шептен көрінген. Қазірде заманмен үндес мектептің нәтижелері айтарлықтай. Bu maktabda ko'p olimlar chiqqan ekan. 3 ta davlatda mukofotlarni olib olimlar bo'lib, Qozog'iston, O'zbekiston, Amerikalarda ham olimlarimiz bor ekan. Ulardan hammasidan faxrlanamiz. Ular yoshlarga ko'rsatyapmiz. Yoshlar shular orqasidan intilib, harakat qilib yurishdi. Men o'sha maktabda, ya'ni 9-mектеп, Жамбыл атындағы мектепте 1-сыныптан бері оқып келемін. Бұл жыл жас түлекпіз, мектепті бітіріп кеттік. Мен бұл мектепке алғаш келгенде үлкен үміттермен келдім. Яғни осы оқытушылар маған білім берді, нәрім берді, барлық нәрселерді үйретті. Мен солардың арқасында бұл жыл менен бітіріп жатырмыз, алтын медалмен бітірдік. Мен осы мектепте оқып жүргенде көптеген жетістіктерге жетістім. Яғни әр жылы пән олимпиадаларына қатыстым. Көбінесе өзім қызыққан математика, физикадан бардым. Математикадан бұл жыл бірінші орынды иеледім. Біздің математика мұғаліміміз Намазов Өктем ағай. Мен сол ағайға қызығып математика пәнін оқи бастадым. Сол ағайдың берген білімдері арқасында осындай жетістіктерге жеттім. Яғни менің де келешектегі маманым сол математикаға байланысты. Математика пән мұғалімі болмақшымын. Мен өте қуаныштымын сондай кісілердің ұрпағы болғаныма. Солар біздің мақтанышымыз есептеледі. Бізді олардың давамшысы, яғни жалғасшысы есептелеміз. Бізде соларға ұқсап, үлкен жерлерде жетістіктерге жетуді қалаймыз, биіктерден көрінуді қалаймыз. Шара соңында белгілі айтыскерлер Құлмахан Дүйсенов пен Талғат Орынбеков арнайы арнаулар айтып, мерейлі мерекенің қонақтарын бір серпілтіп тастады. Bir ғасырлық бұның тарихы бар мектеп. Мен үшін өсе қадірлі, қымбатты мектеп. Өйткені менің айламда әкем оқытушы болған, онан кейін ағаларым осы жерде мектепті бітірген, қарындастарым мектепті бітірген осы мектепті. Барлығы да жоғарғы орындарда оқуда оқып бітіріп шықты. Енді қазір міне 100 жылдықты барлық адамдар, барлық бітіргендер, жалпы бітірген 75 выпуска болатын болса, содан 1,5 оқушы бітірген. Bir 700-800 adam жиылды. 700-800 adam. Барлық өте қуанышты. Өмірі бірімен-бірі 50 жылда көрмеген адамдар келіп, мынау жаңағы баннерлер бар, басқалар бар, өздерінің ұстаздарын көріп, соларға рахметтерін айтып, мына жерде жаңа тілектерін білдіріп отыр, өте жақсы өтіп жатыр. Енді келешекке айтайын деген не? Міне жастарға үлгі болсын деп тұрып, қазіргі заманаға сай жас жігіттерді біз суреттерін қойдық. Жас жігіттердің, олар да қазір өте неғылып, соларға ерсін деп тұрып, онан кейін мына біздің бабаларымыз, аталарымыздың ізінен барайық деген жастарға үлгі болсын тағдырда осының мероприятия өткізіп отырмыз. Мектептің ғасырлық мерейтойы білім мен тәрбиенің ұрпақтар сабақтастығының ұлы мерекесі. Осындай тарихи күнде шаттығы шалқыған сіз көрермендерге құт береке тілей отыра бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.
бір сені артып біздерге келгенің үшін, сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін. Мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Білімнен не бар бағалы, ғаламда мәнді, ұстазы қалар үлгі боп адамға мәңгі. Аядай мектеп өсірді азамат етіп, аяулы ұстаз әр сөзің санамда қалды. Бір үміт артып балаңа сенгенің үшін, бір сені артып біздерге келгенің үшін, сәтіңді қиып баулыған еңбегің үшін. Мың алғыс саған ұстазым, мың алғыс саған. Алысқа қаққан ақ қанат арманым үшін, шәкіртің үшін атырған таңдарың үшін,